радиосының эфирінде қолөнер шеберлері Асхат Бозымбай мен Гаухар Қанатбайдың шеберлер алқасы бағдарламасы. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін Алқа радиосында шеберлер алқасы бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгін біздің студияда қонағымыз Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, Евразиялық дизайнерлер одағының мүшесі, суретші, қолөнер шебері Табиғат Төлемісұлы ағамыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам. Қош келдік енді. Ал аға, сізді енді қанша осы қолөнер саласында жүргенімізге біраз жыл болды. Көп көрмелерге шығып жатырмыз, облыстарға да бірге барамыз, Аллаға шүкір. Сіздің шығармашылығыңызбен жақын таныспыз. Бірақ енді сіздің туып өскен жеріңізді көп біле бермейді екенбіз. Өзіңіздің осы ең бірінші сұрағым осы туып өскен жеріңіз жайында, осы өнерге қалай келдіңіз, сол жайында айтып кетіңізші. Туып өскен жерім өзім батыстанмын, батыстың Орал қаласынанмын. Сол енді өнерге келгенім менікі кәдімгі сурет мектебінен басталды. Сол 4-ші класста сурет мектебіне анам апарып, жетектеп апарып кіргізді. Содан бастап осы өнерге сурет мектебі, училище, сурет училище дейміз ғой, бұрынғы. Қазір колледждер ғой. Алматыда соны бітірдім. Алматинский художественный училище дейді. Гоголь атындағы ол кезде, қазір Таңсықбай атындағы. Сол одан кейін университет, Каспий. Қазір Абай атындағы университет. Қанша дегенмен енді өнерге бір адамның ба болмаса бір ненің септігі тию керек қой. Өнерге қарата кішкене жаңағы шабыт беріп, сізді сол осы өнерге итермелік, ғашық болу үшін. Сол енді бала кезіңізде әке шешенің ықпалы болды ма, жоқ әлде ұстаздардың ықпалы болды ма? Сол анам болар енді. Ол кезде енді мен кішкентаймын, есімде жоқпын. Кішкентаймын ғой. Бірақ анам айтады, қолыңа ручка ұстатып қоям, содан салдың дейді. Адамды саласың, тағы бірдеңе. Енді бәрі сол бала кезде қалай басталады, солай басталған болып тұр ғой менікі де. Соны байқаған, сосын оны қолдаған. Содан енді қолдағаннан кейін ар жағында өзім алып кеткен болып тұрмын ғой. Мұғалімдерім болды. Жақсы. Ол кезде көбіне орыстар, немістермен, орыс, еврей. Енді батыс Қазақстанда көбінде кішкене сол кезде басым болды. Әдемі жақсы оқытты. Рахмет оларға бәріне. Қазір есіме түсірейінші. Радзивилов. Ұстаздарыңыз ба? Радзивилов деген, осы менің ұстазым. Сол есімде қалды. Сол кісі. Яғни, мынау сурет өнерінен бастадыңыз, қай жанр сізге жақын? Қай жанрда көбірек толғайсыз, яғни шығармашылық? Оны ең басында мен ойлаймын, сол мынау өнер, қол өнері болып тұр ғой, менікі енді көбіне живопись деген жоқ, енді ондай майлы бояу немен салған жоқпын. Өйткені бізде Оралда не бар? Меловые горки деген жер бар. Енді ат айтып тұр ғой, бор шығаратын жер. Кәдімгі кесек борлы таулар ғой. Кәдімгі сызатын бор, әппақ. Соны анамыз, қарындасым, енді ол кезде бор жейтін адам көп болды ғой негізі. Мектептен де борларды алып кетеді осы. Қазірде де бар сол бор жейтіндер. Мұғалімдер бар. Қазір білмеймін енді. Білмейміз ғой оны. Бұл қазір аптекаларда сатылады борларымыз. Сол кезде жездеміз әкеліп береді. Машинамен әкеліп береді. Мынандай бір кесек борды тегін жатқасын әкеліп үйге түсіріп береді. Соны балғамен ұрып, сындырып, анамыз, қарындасым, үйдегі бәрі осы бор жегіш болды. Сол ана бір кесектерді қарайым да, содан мен мүсін жасап жүрдім. Пышақпен бірдеңемен ойып, балғамен ұрып. Сол бала кезімде мүсіндер көбіне сол мыналар сияқты аңдар, жануарлар, сондай тақырыпта. Сондай мүсін ойып жүрдім. Сосын былай болды ғой, қалада тұрдық, ана ванный дейді ғой.
санузелға кіреміз. Сол кезде ана кесек кір сабын бар ғой. Содан да ваннаға кіріп алам да шықпаймын ғой ана. Суға түсем бе білмеймін. Сабыннан мүсін жасайын деп сабыннан ойып отырып, пышақпен отырып бір мүсіндер оям. Сол жануарлар бірдеңені. Сосын ана қара сабын болғасын көздеріне барып, иіс сабыннан жасыл, қызыл көздерін салып, сөйтіп мүсіндерді ойып қояды екенмін. Сосын оның бәрі жуылып кетеді. Бірақ жасап жүрдім енді. Содан көбіне мына объемға соған кетіп қалған болып тұрмын ғой, қолөнер жағына. Сосын сол оқуға барғанда да, Алматыға барғанда соны таңдадым көбіне. Сол ағаш темірді бітірдім, қолөнер. Мүсін емес, сол қолөнер шебері болып кеттім. Сосын ол жақта енді қазақтың қолөнері Алматы болғасын, ол кезде 90-шы жылдар сол дамый бастады. Өзіміз егемендік алып, сол қазақтың өнері мықты дамып атқанда зерттеу басталды, этнографиялық зерттеу. Сол біз өнерді, қалған мамандар басқа тілді бәрін қайтадан көтерді ғой, например, жаңғыртты, ізденді. Сол біз өзіміз енді қолөнер біраз жүрдік, іздендік осы. Ұсталарға бардық. Бір досым Нұрлыбек деген Алматыда досым зергер. Сол екеуміз Қызылордада кәдімгі этно-ізденіске кетіп қалдық қой. Мейзам деген бір үлкен кісілер атамыз болды ол кезде 70-терге. Соның үйіне барып, бір блокноттарымыз бар. Ол кезде ештеңе жоқ қой енді. Телефон жоқ, ештеңе диктофон жоқ. Студенттеріміз. Сонда бір сары блокнотым болды. Соған жазып отырам айтқан сөздерін, қандай дәрі-дәрмек, қандай құралдарын көріп, соның зарисовкасын жасап, бір эскиздарын, сондай бір жақсы бір талпыныс болды ол кезде. Енді елі болып, егемендік алып неткесін, сол қатты кәдімгі талпыныс болды. Сол да бір бізге себеп болған болар. Сол өнерді алып кетуге, сол именно өзіміздің өнерімізді. Қазақтың қолөнері енді ол кездер сіздер жаңағы егемендік алып ең бірінші бөлім шыққан кезде енді кішкене жұтаңқырақ болып тұрды ғой қазақтың өнері. Сіздер сол кезде сол уақытқа дәл келіп тұрсыздар ғой. Сол уақытқа келіп тұрып қой. Алла бұйыртып мінекей. Намыс бұрқырап кездегі ғой. Оның үстіне мынау біздің мынау Орал қаласында өзі орыстардың кішкене не қылып тұрған кезі, орыстар басым болып қазақтарға кішкене арқасында несін батырып тұрған кезі ғой енді ол. Бірақ енді соның өзінде де сол жерден шығып, осы қазақтың қолөнерін дамытып алып кетіп жатсыздар ғой енді. Қиыншылық болмады ма сол кезде? Сол өзіңіз жаңа бір әңгімелер айтып қалыңыз, жаңағы тері бұйымынан мысалға торсықты көріп, соны қалай жасадың, сол кезде сол зерттеп, ақырын сол кезде сол Орал қаласынан бастадым деп. Сол жайында айтып кетіңіз соны. Орал қаласынан бастағанда мен Алматыға оқуға түстім. Содан келіп орталық мұражайға барып, ол кезде не дейміз енді ана студент бірдеңе іздеп жүреді, ақша тапқысы келіп. Содан мен сол өзім областной мұражайға бардым, сол өлкетану мұражайына. Сол кезде директорымыз Сара апай болды. Жақсы өнерімді көрсеткесін, осындай торсық тігем, осындай қамшы өрем дегенде, ондай енді алақайлап, сосын айтты, Табиғатжан, сен оқуыңды бітіргенде бізге кел, жұмысқа аламыз бірден. Сол студент болып жүргенде маған мынау бір реставрация жұмыстарын мына сандық жөндеп берші, мынаны нетіп берші деп ақшасын төлеп, сол кезде бір қызығып кеттім. Сосын былай қарасам, енді менің өмірімде банағандай ғой. Мектеп, училище бәрі бүйтіп ақырын, кәдімгі былай баспада емес, бүйтіп бір тауға көтерілгендей, жоғары көтеріле бердік, жаяу жүріп. Ептеп бәрі. Сол мынау да солай болған сияқты. Жұмысым, оқу бітіріп келгенде жұмысым дайын болды. Табиғатжан, келдің ба, бітірдің ба, болды, кел, жұмысқа кел. Сол жерде реставратор болып жұмыс істедім. Ол жерді бұрқыратып, састып, торсық тіктік айда. Торсықты оңай емес. Ол кезде бір Сарманбеков төлеп берген шебері жақсы бір досым болды, қайнағам бір жағынан жездем, қазір қайтыс болды ол кісі. Жатқан жері жарық болсын енді. Сол екеуміз
Ол зергер болғасын сәукеле жасады, мен торсық тіктім, ол да торсық тікті, үйреніп нетіп. Сол жақсы бір жастық кезі ғой сосын, кәдімгі шабық деген, иә, шаршамаймыз кәдімгі. Ана бір сол торсық, былай ғой, торсық тігеміз. Сосын үйге қайтқанда автобусқа отырамыз ғой. Иіс шығады дейсіз ғой, терінің иісі. Өзіміз енді сезбейміз ғой оны. Өзіміз сезбейміз, ішінде отырғасын білмейсің. бәрін бір технология бойынша істеп жатқандайсың, бір известканы нетіп, иісін басып, бірдеңе бір істеп жатқандай боласың. Бірақ ол сіңіп қалады екен. Сол автобуста жалғыз тұрасың, бәрі арға қашып кетеді. Иә, ол бәріміздің басымыздан өтті. Иә, сол қызық болған сондай кездер болды. Бірақ неше соның бәрінен өттік, жүрдік, енді ол жақсы кездер болды. Иә, сондықтан мынау көбісі мынау торсық, сабат, мынау тері өнімдері болғанда сол ішіндегі ең мынау шиктермен жұмыс жасайтын көбісі қазір көбісі қашатын себебі содан, сол иісінен. Ауылдық жерде болса істейтін жігіттер бар, бірақ Аллаға шүкір. Бірақ қалалық болса айналада жүргенде көп жасай алмайды, өйткені жаңа иісі бар кішкене. Сол иісінен қашады көп. Бірақ негізі өнерді өлтірмеу керек қой, ары қарата жалғастыру керек, бірақ ал жалғастырып жүрген жігіттер бар екен осы. Торсық тігіп қаншама кеше Ақтөбеге де барып келдік. Осы торсықтың тері өңдеу жайында. Ал енді ары қаратай шығармашылығыңыз сол теріден кейін қандай неге өттіңіз? Келесі сай. Теріден кейін қайсысына өттім осы. Талдармен жұмыс істедім, тамырлармен жұмыс істедім. Менде андай нем жоқ екен. Бірден содан кейін Астанаға көшіп келдіңіз ба, жоқ әлде сол жерде біраз жұмыс жасадыңыз ба Орал қаласында? Ол жақта мен сабақ бердім, худграф дейді ғой, худграфта сабақ бердім. Шәкірттеріңіз бар екен ғой? Өнер институты болды ол кезде. Сол жерде сабақ бердім, театрда суретші қоюшы болып істедім. Сол жақтан сосын балалар өсіп әтті. Былай қарадым, Астанаға бір фестивальдарға келдім театрмен. Астанада достарымды бірге оқыған достарымды кездестірдім. Сосын былай қарадым, қой балаларымды оқыту керек, мынандай қаламыз бар, мынандай елордасы өсіп жатыр. Енді армандап осы жаққа келіп, орналасып, Құдайға шүкір қазір осы жақтамыз. Неше жыл болды Астанаға келгеніңізге? 17 жылдай болды. Біраз болыпты ғой. Мынау Астананың жаңадан құрылып, өнер ордалары жаңадан ашылып жатқан кез, ол кезде енді кішкене басын көтеріп. Жақсы аға, енді мынау енді өнерлеріңізді осында алып келгенсіз. Композицияларыңызды көріп тұрмыз. Анау балықтарды көбірек салатын сияқтысыз. Мына жерде мынау да балық мүйізден жасалынған. Мынау да мынау ағаштан күйдіріліп жасаған. Бұл да балыққа ұқсатып тұр. Мен балық па жоқ әлде бұл кесіртке ма? Бұл балық емес, бұл кесірткеге ұқсатты бір жерінен. Мен қатты ондай мән бермеймін, шын айтсам. Істеген дүниелер ме? Қандай композиция шығады, иә? Мынандай именно мына неге келеді ғой, жануар, құстар, тағы бірдеңе. Мен құстардың бәрін гибрид жасап жіберемін. Тұмсығы былай. Ол талдары өздері маған айтып тұрады. Например, мынандай өсіп тұрған талды мен бүйтіп көтеріп тастай алмаймын. Содан аламын да осы құс. Жалпы бәрі құс қой. Содан аламын да құс деймін, птица. Болды. Мынау да бір жануар. Сосын мынандай жұмыстарым бар. Гибридтар дедім ғой бана. Иә, түсіндім. Мына. Қиял ғажайып өзіңіздің. Қияли нағыл дейді. Қиял ғажайып әлемінде жүрем дейсіз ғой жұмыстарға келген кезде. Космостан түскен жануар болады. Бұлай әлемде мына жануарларға қарасаң, қаншама әлі зерттелмегені бар. Иә. Бір миға сыймайтын, например, бүйтіп қарайсың, диковинный дейді ғой, ана бір утконос деген. Бұлай қарасаң. Дикобраз деген, қандай? Кенгурудың өзін ал, мынандай мына жерінде бір қоржыны бар, иә. Содан бұлай таңғалатын зат көп қой. Көп жануар жағында мына теңіз әлі зерттелмеген, мұхит зерттелмеген. Біз білмейтініміз қанша әлі. Қаншасы құрып кетіп жатыр. Қаншасы сумчатый волк дейді. Мен енді өзім атын табиғат болғасын ба, бір табиғатқа жаным ашып нетеді. Ананы қарасам, қаншама жануарлар құрып жатыр. Жылда бір не жойылып жатыр дейді ғой. Сондай айтып, иә. Сөйтіп айтылғанда соны ойлайсың.
Сондықтан мен жануар қосып жатырмын тағы. Мгм. Өзімнің тағы қосымша. Басқа видтардың түрлерін қосып жатырмын. Bir жақта кетіп жатса мен өзім қосып тағы басқаша бірдеңе яғни ойлап табамын. материалдың жаңағы пішініне қарай соған қарай бір еркіндік беретін сияқтысыз, Иә. шектемейсіз ғой, Мен яғни. бұл кісі мына жануар келді да мен осындай жануармын деді, иә? Иә. Мен бұл кісімен ештеңе айта алмаймын, бұған мен ештеңе айта алмаймын. Например, сен жоқ сен ұқсамайсың, иә. Жоқ сен ұқсамайсың оған деп, например, сен бір ерік бересіз. ерік беремін. Мына өзі айтып тұр ма? Мен осындай бір жануармын, мені осындай қабылдаңдар десе, мен осыны осылай қабылдап тұрмын. Мен осылай қабылдадым. Бұл мен білмеймін, ол өзі келді да, маған осылай айтты. Мынаны мен былай қарасаңыз, мен әдейі мына бүгін жұмыстарымды әртүрлі әкелгенім, мына материалын әртүрлі әкелгенім. Өйткені қайталанғым келмейді. Бір телевидениялар, нелер шақырып жүр ғой. Ол кезде мынандай бір уақытты қыздау болады, сол кезде бір мынандай бір жалпы жұмыстарда келемін да, опа, мынау деймін да. А мына жерде мен әдейі әкеліп тұрмын. Мына именно ойланамын ғой, қай жерге қандай жұмыс апару керек. Сол мына сіздің Алқа радиосына мен осындай ойладым. Бүгін осыны айтып көрейінші. Мынаны ағаш, күйген ағаш. Бұны мен өзім күйдірген жоқпын. Бір өртенген бір жерден тауып алдым. Шпальный не ғой? Иә, мына шегелері бәрі өзінікі, ештеңе істеген жоқпын. Мынаны майыстырған да жоқпын. Тек қана байқадым да мына жерін бір кесіп жіберген болармын, ұзындығын. Мынаның көзі, қараңыз, көзі. Өзі сөйлеп жатыр дейсіз ғой, өзі сөйлеп жатыр. Мына үстіндегі фактура несі киімі ана. Қабығы дейміз ғой, терісі. Міне. Осыны маған бір жағынан мен нететін, мен мына жұмыс көп айтады, фантазия қайдан іздейсіз дейді, иә? Айтам, мен ештеңе көп іздемеймін, шын айтсам. Маған фантазия бірдеңені алып қалсам, мына ағашты, мынандай ағаш тауып алсам, мынаның өзі маған фантазия уже. Маған подсказ беріп тұр, өзі. Просто байқа білу керек. Байқа білу. Жай адамдар оны көре білмейді. Сондай осы өнермен айналысып жүрген, арқасы бар, осы өнерге деген шын құлшынысы бар адамдар ғана байқайды. Көзі өткір. Өйткені мына жаңа өртеңе затын бүйтіп қарайды да, кейбір олар да отқа или мусорға лақтыра салады. Оны сіз байқап тұрсыз. Мен бұны көргенде қалай қуандым дейсіз. Тағы үйде бір жұмыстарым бар, тағы осы өртенген неден шыққан үлкен жұмыстар бар, оны әкеле алмайсың ғой. Сол кезде енді ол ерекше, оларды көргенде қалай қуанғанымды көрсеңдер деп. Сол әртүрлі. Мына жерде айтып қалдыңыз, мүйізден мүсін жасағанымыз 10 жыл болды дедіңіз ба? Ой, бәлен жыл болды. Мен кейбір жұмыстарым жылдап жатады ғой, 10 жылдап. Аяқталмаған сияқты әлі, иә? Иә, аяқталмаған. Мен әлі нетпеймін, асықпаймын мен аяқтауға. Өзінің күні келеді, өзінің бір өсетін несі келеді, бабы келеді. Өзіне бір тағы қосымша бір материалдар іздеп жүрмін, мынаған мен бір әдемі бірдеңе іздеп жүрмін бір. Ойларым бар. Әлі жетілмей тұр ғой. Сосын мен мынандай нем бар сияқты осы. Сүрініп құлап, асығып, мен бірдеңені осыны бітірем. Мен бұнаны табуым керек, интернетке кіріп, давай іздейін деген ондай құлшынысым жоқ. Мен примерно былай ғой менікі. Бір күн алдыңыздан шығады, бір күн алдымнан шығады деп күтемін. Бұйырса деп. Бір күні бұйырады да бірге шыға келеді. Біреу бір досым айтады, тағат, сен мынандай іздеп жүредің ғой. Міне саған деп. Вот пример. Асықпаймын мен. Өзінің күні келеді деп. Сол мынаны, мен әдейі мына өртенген ағашты алып келдім. Енді мына мүйіздерді алып келдім. Бітпеген болса да, бұлай бітіп тұр ол. Мынау деген ешкінің мүйізі ғой. Бұлай қарасақ, мынау ешкінің мүйізі бейсі өсіп тұратын. Сол мүйізінен мен мынандай балықтар жасап тастадым. Мына фактурасы өзінің несі келіп тұр. Мына түсін ағашты осыған монтировать етіп жасап жібердім. Сол әлі ізденістемін. Сол. Дұрыс, енді мынау енді таңбалы тастағы маған беріңіз. Біздің енді өзіміздің
ашық музей деп айтамыз ғой. Таңбалтастағы таңбаларымыз біздің. Бұл таңбалы тастағы суреттер ғой, несі. Паноларыңыз. Паноларымыз, Бұл шағын жұмыстарда әдейі алып келдім. Сол мынандай, жаңа айтып атқандай, мынандай ағаштарды Өңдемей-ақ сол қалпында міне. Бұлай осылай сынып қалса, мына ағашты әдейі сындырам ғой. Ештеңе нетпеймін. Қалай сынды? Сонымен осылай, осы дұрыс болды деп. Мысалы, мынау алюмин сымдар, мысалы. Осыған сай өзім андай бейімделем осы. Мінезім солай болар өзімді. Сіздікі дұрыс деп тұрам. Табиғатқа қарсы келмеймін дейсіз ғой. Сондай, табиғатқа қарсы келмеймін. Бұлай да өзімді ойлаймын, адамға қарсы келмеу керек сияқты. Мына әр адам әр түрлі. Мына мен өзімнің бұлай философиям солай, например. Әр адам әр түрлі. Сен оны өзгертем деймейсің, например. Ол уже 20-да, 30-да, 50-дегі, 70-дегі кісі, ой, сіздікі дұрыс емес, сіздікі бұрыс емес, бірдеңе деп айтуға қақым жоқ, например. Мен ол кісіні солай қабылдаймын. Соның несіне бейімделгім келіп тұрса, ол енді шынымен жақсы болып тұрса, бірақ бірдеңесіне. Оған, например, қасында болып, оның жақсы жерін іздеймін. Жақсы жерін, бір жақсы бірдеңесін қабылдап, солай сияқты. Тек қана сіздікі дұрыс емес, мынау негізі олай емес, мынау менікі дұрыс деген сияқты ондай. Білмеймін, әр адамның өзінің несі бар ғой. Әркім өзінің әлемі бар, дәлелдей алады. Мынау мені өзіме қатты ұнайтын жұмысым енді қатты ұнайды дегенде осылай кездесіп қалғанына қуанам ғой, осындай ағашты. Бұл деген тәңірге қол созып жатыр ғой, мына ағаш бір жағынан бір тірі, ағашта тірі ғой негізі, өседі ғой ол да. Өседі, питание алады, су ішеді. Жерден жоғары қарай өседі. Жоғары өседі, ол да сол. Сол мынау мені бір сол ағаш. Тәңір дейміз, бұрынғы кезде тәңірге сыйынғанбыз, қазір Аллаға деп аспанға қарап қолымыз жайып аумин деп Алладан сұраймыз ғой. Мынау қол сол тәңірге созып атқан, мынау көзі. Ағаштың өз басында бұтағы бәрі сол өзінікі ғой. Бәрі өзі осылай маған кездесіп қалды, тек мына жерін кесіп тастаған болар. Сол маған ұнап тұрғаны осы, мынау қурап қалған. Осылай өзі қурап қалған болды. Содан осы маған бірден енді уже оттай басылды көзіңізге. Оттай басылды, білдім сразу. Мынау деген, мынау дедім. Сіздің ішіңіздегі айтқыңыз келген жаңағы ойыңызды алдыңыздан шығып тұр ғой. Сосын бұл жерде ұнап тұрғаны, мына қараңыз, ағаш. Мына жерін қараңыз, көрдіңіз ба? Кәдімгі бір тері сияқты, тірі жан сияқты ағашта. Мойны сияқты, мына біздің қыртыстар сияқты. Осы маған қатты ұнайтын. Мына таңбалардың өзі сол. Мынау таңба деген, мынау древо жизни дейміз ба, қалай? Солның несі ғой, мынау сакское золото бар ғой, алтынында. Сол, мынаны енді өзім өз атын жазып жібердім енді. Автор ретінде енді. Дұрыс қой. Ол енді бір. Қолтаңба қалу керек. Қолтаңбаны қалдырып, әдейі осылай оюлап кіргізіп жібердім. Мына астын мен мынандай неге істегенім, айтқаным, бұл жерде айтайын дегенім бұл. Қазір қанша, например, темір терсек, техника заманы ғой, техника заманы. Сол қандай бір темірлердің арасында ағаштар өсіп атады ғой. Сол мынау міне технаның ішінен бәрібір ағаш өсіп жатыр. Бәрібір сол несі, сол түбі, тамыры. Мына жерде маған сіздің және мынау көзді салыпсыз, мысалы, мынандай сөз бар ғой, мен сені, я тебя вижу деген, яғни мен сені көріп тұрмын деген. Ол негізінде, ол мен сізді жақсы көрем деген сөзге келеді екен, ол түбірі. Жапондықтарда солай тікелей, мен сізді сүйемін дегеннің орнына, мен сізді көріп тұрмын дейді екен. Сол сияқты, ол махаббаттың белгісі ғой, былай айтқанда. Біз жаңағы тәңір дейміз, Алла дейміз, Құдай дейміз, оның барлығы
менің түсінігімде махаббат жалпы. Сосын мына бізде қазақта айтады ғой, ағаштың көзі дейді ғой. Міне, мынаны бұра салайын, міне. Міне, көзі бар ағаштың. Бұл да бір көзі. Иә. Ағаштың көзі. Мына жақта төменде бір көздер пайда болып жатыр. Сол сияқты міне бір көзі бар. Сол енді мыналы өте бір қатты ұнайтын жұмыстар. Өте дұрыс екен аға. Енді шығармашылығыңыздан енді ауысып шәкірт тәрбиелеуге келейік. Аға, сұрақтарым бар. Осы өнерді Алла тағала бізге аманат ретінде берген ғой. Келесі ұрпақтарға алғырай жалғастыруға. Енді бәріміз бұл өмірге қонақ ретінде келгенбіз ғой. Бұл өнер осы қалу керек. Осы қазірге енді өзіңізде шәкірт тәрбиелеу жағы қалай болады? Шәкірттеріңіз бар ма? Жоқ болса енді болашақта тәрбиелеу, осы өнерді ары қарай қалдыру ойыңызда бар ма? Сол жайында айтып кетіңіз. Мына қызық қой. Жас кезімізде қызғандық. Енді оны жасырып қайтеміз. Жас кезімде ой, мен бір шебермін, мен бұның технологиясы бар, бұның несі бар, құпиясы бар. Оны мен кәдімгі бір супер бірдеңе тапқандай, бірдеңе ойлап тапқандай. Бірдеңені ойлап табасың ғой бәрібір. Бір составты бір. Торсықтың ішіне білмеймін енді оны қалай түсінбеймін. Әлі күнге дейін құм салып жүреді, формасын келгеді. Сол кезде мен өзім бір қатты ойланып бір супер ойлағандай болдым ба, бірдеңе ойлап тапқандай бір. Күлмен араластырдым мен құмды. Көбіне жартылай күл араластырам, сонда анау жұмсақтау болады. Жұмсақтау ойы тереңірек түседі. Формасы, иә? Иә. Бір өзімнің бір ойлап тапқаным бір. Ол кезде қазір ол дамыпты. Мен кеше неге барғанда көрдім. Оның ішіне қазір құмда салмайды екен, күлде салмайды екен. Қазір күріш дән бар ғой, анау. Иә. Күріш дән, анау ұсақ жаңағы тары, сондайлар салады екен. Өйткені анау торсықты кейін біткен кезде анау пайдаланатын торсықтар ішінен құм шығады ғой. Құм бәрін түсіріп бітемейсің. Анау тары нелер, оны төгіп тастайсың. Дәмі сол күйінше қалады. Қазір сөйтіп сондай жігіттер, қазіргі шеберлер сондай дамытыпты. Дамиды ғой. Иә. Айта беріңіз, жаңа ойыңызды бөліп жібердім ба? Сол жас кезімізде соны, например, бір қызғанғандай болды. Сосын енді шыны керек, қазір үйреткім келеді, бірақ былай ғой. Бәрібір оған бір жағдай керек. Бана айтқанымыздай материальный база. Мен көбіне вуздарға сабақ беруге шақырғанда, сол өнеріме байланыс шақырды ғой, өнер дамытсын, қазақтың қол өнері. Сол барған кезде мына вуздарда не болған жоқ. Материальный база. Яғни жағдай, жағдай. Мастерской, шеберхана керек, терімен, ағашпен, терімен. Жеке-жеке шеберханалар болу керек қойған. Иісі болады. Кәдімгі иісі бар, ағашты күйдіріп істейтін кездері болады. Шаңы болады оның. Шаңы болады, иә. Соған жеке тұрған бір шаруағы бар. Мастерской болу керек, темір өңдейтін, көзіне деген. Оның бәріне ондай болған жоқ. Қанша не болды? Ондай болған жоқ. Сондықтан сен көп шәкірт тәрбиелемейсің. Өйткені сен материалды ұстатпасаң, қандай шәкірт шығады сен өзің. Мен өзім деген әр суретші енді. Анда-мында көшіп жүресің, ауылдан қалаға, қаладан ауылға сөйтіп жүрдік қой. Жас кезіміз бұрқырап бір. Жақсы бір. Ауылға барып, бір үлкен кісілерден бірдеңе үйреніп, жақсы болды бәрі енді. Көшкеніме өкінбеймін ары бері. Бірақ уақыт жойдық. Уақыт өткізіп алдық. Жылдар өтіп кетті. Егер мына қалада сондай, мына қазірдің өзінде, мен айтайын, біздің Шабыттың колледжінде істедім бір жылдай. Ол жерге де мен шақырғанда, осы өнеріңізді үйретіңіз деді. Бардым, мен ойладым ғой, бір жерге бір қыстырылысып шақырып жатыр, мен үйретейін деп. Барсам, болмайды. Санэпидемстанциясы бар, анаусы бар, мынаусы бар, болды, істей алмай қалды. Мүмкіндік болмайды, бермей тұр ғой. Бір жылдан кейін өзім шығып кеттім, айтам, мен ештеңе басқа пәндерден сабақ беріп жүретін, мен маман емеспін. Сонда негізі біздің бәрі
осы неге келеді, сол материальный база, мастерской, цехтар, соған келіп тіреледі. Мына сол болса, өзіңіз ойлаңыз, мына шабытта қазір үлкен бір бөлек тұрған бір шеберханалар болса, қолөнерге қаншама шебер шығады, қаншама шебер маман шығады, кәдімгі жоғары дәрежелі мамандар. Себебі таланттар бар, иә, таланттар бар. Олар оқиым деп ізденіп келіп шабытқа түседі келіп. Ондай отделениесі, ондай шеберханасы тұрса, үлкен кәдімгі ішінде темірді орып атқан гончарный кругі бар, тағы балшығы езіліп жатыр. Мына жерде терісі бір чандарда шығармашылық, кәдімгі производство болса, одан мен ойлаймын, одан ешкім ұтылмайды. Ол кәдімгі қазақтың өнері бұрқырап, дамып, кәдімгі вуздың өзінен, мына шабыттың өзінен қанша шебер шығады. Қанша шебер шығады. Жылда шығара береді ғой, жылда. Жылда, например, бір 10 шақты шебер шығады. Өзіңіз ойлаңыз, біздің Қазақстанға бір қаладан, бір Астананың өзінен бір 10 тері шебер шығады. Қолөнер дамымай, туристік бағыт дамымайды деп бекер айтпаған ғой, ол екеуі бір-біріне бүйтіп өте байланыстағы дүние ғой, сондықтан шеберлердің көп болған дұрыс. Айтқаныңыз дұрыс. Шебер көп болса, онда туризм да дамиды. Өйткені бәсекелік пайда болады. Біз өнер жарқырап өседі. Шығармашылық шыңдала береді. Шыңдала береді. Бір-бірімен жарысады. Например, мен сол банағын айтайын. Оралда тұрсық тіктім келіп. Ой, мен жарысатын ешкім жоқ. Мен өзім мәз болып, кәдімгі мен звездамын, мен күштімін, менен артық ешкім жоқ деп жүрдім. Деп тоқталып қалдыңыздар ғой, иә? Мен тоқталып қалуға болатын еді, иә. Мен ондайым жоқ. Жаңағы шәкірт тәрбиелеу жағынан да, иә. Шәкірт тәрбиелеу жағынан тоқтап қалдық. Шыны керек. Барлық жерде солай. Енді қазір енді әлі де кеш емес қой енді. Әлі кеш емес, банағы айтып атқаным сол ғой мен. Бір шеберлер ауылы болса дейсіз ғой. Бір шеберлер ауылы болса. Мен өзімді беруге дайынмын. Бұрынғыдай жас кезімдегідей қызғанышым жоқ. Кәдімгі менде тек қана жан ашу. Өнерге жан ашуым бар, болды. Қызғаныш болды. Қанша қызғану болады. Өз-өзімнен ұялам қазір. Кезімде неге бір екеуін балалықтың жастықтың ол қазірдің өзінде мына шәкірттерді мен үйге әкеліп өзім де істеймін қазір терімен. Өйткені кеттім мен теріден. Потому что менде не жоқ, шеберхана жоқ. Ондай шеберханам жоқ. Оны састып қазір отырып кейде армандаймын. Ой, қазір бір теріні алып, бір шекі теріні алып, бастап бәрі достарым да біледі ғой мен өнерімді. Таке, ой, сен бір мен айтамын, армандаймын, бір теріні, бір үлкен теріні алып, бір қанша жұмыс шығады. Сөйтіп бір сілкіп алғым келеді. Бір шабытымды бір тақатсам іштегі дейсіз ғой. Соны мен қазір біреулерді мастер-класс дейді ғой. Осыны ұйымдастырса, осындай жағдай тудырып бәрін. Мен үйретуге дайынмын. Бұл анау шеберлік сағаттар енді ол 1 сағат асып кетсе 2 сағат, ол 1-2 сағатта ештеңе үйреніп шыға алмайды ғой қазірге. Ана өзі талпынып, осын бір көріп алса, кейбір жігіттер, жастар бар, бір көріп алса, соны ары қаратай алып кететін. Бірақ ондай жастар қазір аздау болып тұр, мына қолөнерге кішкене бейнетінен қаша ма. Сондықтан қазіргі бір шәкірт тәрбиелеудің өзі, мысалға мынау тері, сіздің айтып отқан тері жайында. 1 ай, 2 айда біліп алып кете алмайды, меңгеріп алып кете алмайды. Ол өте қиын өнердің бір түрі да, сондықтан жоқ дегенде бір жыл керек шығар, толығымен үйреніп шығуға. Оны мен былай айтайын, оны деп айтайын, зерттеп қойдым деп айтайын ба? Жоқ, зерттейтін ештеңесі жоқ. Былай айтып жатырық қой біздер, ой, тері, яғни қыр-сырының бәрін ұқтыңыз ғой? Иә, ұқтым ғой. Мен оның қазір жедел түрін өткізгім келеді. Мына өзі елім болғасын мен Оралда айтқам. Мені бір шақырыңдар. Жолақын бәрін төлеңдер. Мен дайын тұрмын, пісіп тұрмын енді. Маған әрі бері пойызбен, самолетта керек емес сол. Мен еліме пойызбен де келейін. Маған
жататын орын керек емес. Өйткені ағамның үйі бар. Аға жеңгем. Ағайын Мен айтам, ағайын туыс бар. Мен осы жаққа келіп, мен бір 3 күн ба, 4 күн, 5 күн қанша керек жатайын. Иә? Студенттер маған тек қана аудитория керек. Маған, например. Сосын ол былай ғой. Үйренем деген адам мастер-классқа енді оны ақша төлейді. Міне. А так былай келіп, мастер-класс беріп жатыр, бара салайық деген олай болмайды. Оның қадірі болмайды. Қадірі болмайды, қадірі болмайды. Дұрыс айтасыз. Соған кәдімгі міне осындай кісі келеді, осындай кісі үйретуге дайын. Бір жұмама, бір жұма қастарында болады. Әр адам, мен қазір бүйтіп алып, бірге отырып, сүйсініп отырып, мына былай құралдарын бәрін дайындап беріп, ал бастайық деп бәрін сімелеймен айтып. Міне, әр адам өзі бір торсығын, бірінші торсығын менің көзімше жасап, соған өзінің атын жазып, оюлап, күнін жазып, жылын жазып, сөйтіп, міне естелік болып өзіне алып қалатындай. Ол мынандай үйреткен жаман, ол тек тиіп қашып, тек қана міне, давай, болды, давай, болды. 2 сағат, бүгін 2 сағат, ертең 2 сағат деген сияқты. 3 күн дайындаймын, болды. Олай емес, шайнап, қасында процессті полностью, мына теріні алып, шикі теріні алып, мынандай қоспаны қосасың, мынаны былай нетесің, көгетін аласың, терісін сыпырып аласың, жүнін былай аласың, мынаны құралдары мынау, былай, мынау біз, мынау тағы инесі бар, бізі бар, жібі бар. Соның бәрін қазір көрсетуге болады. Кәдімгі менің уровенінде жасауға қадағалайсың ғой, менен кем болмасын. Менің істеп атқанымдай, мынаны аздап түзеу жібер, мынаны былай ал, мынаны былай ал. Мынаны аз тігістің арасын жақындат деген сияқты. Сөйтіп бәрін бүйтіп қадағалап жүріп, мұғалімбіз ғой біз. Сонымен жүріп, айналайын, мына жер былай, мына жер былай, сосын түгел тығынын бәрін жасап, әр адам өзі басынан аяғына дейін процесін өзі жасап, мынау менің бірінші торсығым деп, сосын өзі біледі, енді ар жағын алып кеткен. 10 адам болса, соның бір облысқа, бір қалаға, бір 2-і алып кетсе, 2-і, 3-і қызығып алып кетсе, ойлаймын, ол аз емес. Соны айтып отырмыз ғой. Болам деген адам, яғни сол сфераның жаңағы ұстасынан, батасын алу керек қой, яғни. Сол. Батаның өзі құр қолға жүрмейді деген әңгіме бар. Сол қазір біздер жасымыз келгесін бата беруге дайынбыз енді. Бата, үлкен кісінің батасы. Сол бізден дайынбыз енді. Өзім дайынмын батамды беріп, үйретіп, басынан сипап, басынан түртіп, жүркесінен бүйтіп қағып қойып, үйретуге дайынмын енді былай. Ол бір жағынан енді өз өнеріміз ғой. Өнеріміз. Енді дұрыс жаңа айтып жатқанымыз ғой, өнер сол алып кетпей қалдыру керек ұрпаққа. Аллаға шүкір, Қазақстанда қазір қолөнер шеберлері өте бұйырса, алдағы уақытта болады аға, оның барлығы. Келе жатыр міне ақырындап, шеберханаға да жетесіз, шәкірттерге де осылай батаңызды бересіз. Не сіздің батаңызды алу үшін бүгін қонаққа, студияға шақырып отырмыз. Осы енді мынау біздің бағдарламамыз өзі аяқталып қалды. Енді осы бағдарламаның соңында өзі осында келген қолөнер шеберлері артында өсіп келеткен іні қарындастары бар, ізінен келе жатқан. Сол жастарға бір не айтасыз, батаңызды беріп, ақыл кеңесіңіз болса, тілегіңіз болса, соны айтыңыз. Жастарға тілейтінім мен мына өнерде жүрген, өнер іздеп жүрген, өнер шебері болам деген, суретші болам дегендерге айтам. Ол өте мықты, әдемі, үлкен әлем. Ол адамның жүрегін емдейтін әлем негізі. Мына жақсы өнер, жақсы творчестволық ізденісте жүрген адам, мен ойлаймын, ол өте бақытты, өте бақытты адам деп ойлаймын. Мен өзім қуанам осылай суретші болғаныма, шебер болғаныма, өйткені мен басқа маманды өзім елестете алмаймын қазір. Өте қиын, бірақ олсыз енді ол
салыстырмалы түрде ғой, бір қиыны болады, бір несі болады. барлық нәрсе ол әлгі жақсы болып кете бермейді ғой, Алланың ойы болады, шүкірі болады дегендей. Сол ізденіс қой бұл. Ізденіс деген мына ізденіс деген адамның өмірін ұзартады деп ойлаймын. Өйткені мына айтып жүрме оны. Көбіне өнер адамдары неге ұзақ өмір сүреді деп ойлаймын. Оны өзім былай бүйте ойлап қарасам, өзім де ойлаймын, может мен ұзақ өмір сүретін болармын. Өйткені былай ғой. Істелінгеннен істелінбеген әлі көп. Дүниесі көп. Басында жүрген, ойланып жүрген. Басында ойлап, армандап, болашағым, бүйтіп әлі ананы істеу керек. Әлі іздену керек дейсіз ғой, иә. Например, шеберханаға кіреді да, менде міне әлі балықтарым жатыр. Бітіруім керек осыны. Болашақта маған тағы бір 10 жыл керек болар. Мұнаны бітіріп жатқанда тағы басқа не тұрады. Тағы бірдеңені тағы дайындап қоясың. Қаншама дүние жатыр шеберханада дейсіз ғой. Қаншама дүние жатыр. Соны бітпеген. Сол өнер адамы мен ойлаймын, сол тек қана ұмтылыспен болашаққа содан жетелейді өзі. Сол ана бітпеген жұмыс бар дейді. Ана бұрышқа Алла тағала сонда ішінен ойлап неғып жүргесін, әй осыны бітіріп алсын деп Алла тағала да осыны бітіріп алсын. Мүмкіндік беріп жүреді. Жастарға айтатыным сол. Өнер адам болғыларың келсе болыңдар. Ол деген өте жақсы, ол өте ізденіс. Творчестволық ізденіс деген ол өте бір музыка. Нәзік сондай, композиторлар сияқты. Қаншама орындалмаған. Қаншама, например, достарым бір ән шығаратын композитор, ақындар. Қаншама жазылмағаны бар. Қанша елге әлі кітап айтары бар. Мұна әлі блокнотында жазып қойғаны бар. Әлі печат еткен жоқ, жарыққа шығу керек. Армандар көп. Сондықтан жазушылар көбіне өнер адамдары ұзақ өмір сүреді, байқасаңыз. Өйткені сол өнеге ұмтылыс. Миссияны бітіру керек. Алға ұмтылысы бар. Дұрыс, рахмет. Артта еріп келе жастарға да құлақ қағасыз. Мінекей ағамыз осы өнерін жаңағы шеберлігін осы шәкірт болам деген жастар болса, ағамызға хабарласып, осы өнерін үйреніп, ары қарай алып кете алам деген жастар болса, мінекей осы біздің студияға да хабарласса болады. Хабарласыңдар. Мекен жайын береміз. Ал енді аға, осы мынау біздің студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Көп құнды дүниелер айтылды. Шәкірттердің құлағына алтын сырға деп жатырмыз, жаңағы шәкірт тәрбиелеуге дайынмын деп өзіңіз айтып жатсыз. Шеберлігіңіз шыңдала берсін, өнеріңіз өсе берсін, Алла тағала күш қуат берсін сізге. Амин. Құрметті тыңдаушылар, көрермендер, бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Бүгінгі бағдарламада қонақта болған Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, этнодизайнерлер одағының мүшесі, суретші, қолөнерші ағамыз Табиғат Төлемісұлы қонақта болды. Келелі әңгімелер айтылды. Осымен хабарымыз тамам. Бүгінгі бағдарламаны жүргізген Гаухар Қанатбай және мен Асхат Бозымбай. Қош сау болыңыздар. Амандықты жүздескенше аға. Жақсы, рахмет сіздерге. Сау болыңыз аға. Сау болыңыз. Әмин.